Сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін біз қант қосылған қаттама нан жасайтын боламыз. Қараңыздар, өте қатпарлы болып шығады. Өте жұмсақ, аралары піскен қаттама нан өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Керек заттың барлығын араластырып, жұмсақ қылып қамырымызды илеп, 10 минутқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Бізге қамырымыздың қатты көтеріліп кетудің қажеті жоқ. Өйткені газ қамыр жайған кезде біз жоқа қылып қамыр жаю керекпіз. Ал қатты көтеріліп кеткен қамырымыз шұға болып жайылмайды. Мінекей қамырымыз да дайын, қатты көтерілмеді. Осы қамырымызды екіге бөліп, 10 минутқа демалдырып қоямыз. Сол кезде қамырымыз оңай әрі тез шұға болып жайылатын болады. Дайын болған қамырымыздың бетіне майды жағып, қалауымызша қант себеміз. Мен 1,5 қасық қант қостым. Сіздер 2 немесе 3 қоссаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Мінекей қамырымызды осылай бөліктерге бөлеміз де бір-бірінің бетіне қойып, бір-бірінің үстіне қойып, бір шетінен орап аламыз. Достар, қаттама нанды міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер, өте қатпарлы болып шығады. Достар, енді өздеріңіздің сковородкаларыңызға қарай осындай бөліктерге бөліп аласыздар. Мінекей қараңыздар, қамырымыз қандай әдемі болып шықты. Бөліктерге бөлінген қамырымызды тарелкаға салып, бетін жауып, 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, оқтаумен бетін жай басып, жайып аламыз. Мінекей достар, дайын болған қаттаманы екі жанынан қызартып қуырып аламыз. Және де достар, осылай ортасына ауа кіріп кетуі мүмкін. Сондықтан ортасын осылай басып қуырсаңыздар, барлық жері біркелкі қып-қызыл болып шығады, әдемі болып. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан сіздер қаттаманың әртүрлі түрін таба аласыздар. Және де міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер, қаттамаларыңыз өте дәмді болып шығады. Міне дайын болған қаттамамыз. Міндетті түрде үйлеріңізде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.